Шетелдегі қазақ балаларынан тағы бір қайғылы хабар жетті. Қазақстаннан асырап алынған Динара есімді қыз өзіне өзі қол жұмсаған. Қайғылы оқиғаны шетелдегі қазақ балалары тележобасының авторы Жанар Байсеміз хабарлады. Ол Джорджия штатында тұратын 6 жасында америкалықтар Қостанайдағы балалар үйінен алып кеткен Динара жайлы бағдарлама әзірлеген еді. Әлі де жүрегім ауырады, әлі де жаным жаралы. Қайтадан кешіп, шығара алмаған негативті эмоцияларым ішімде тұншығып жатыр. Өзімді өзім түсіне алмайтын жағдайлар болады. Америкада мені азаптады. Басымнан өткен не бір зұлмат оқиғаларды тізбектей келе, көзі қанталаған, өзегі өшпенділікке толған қатыгез адамға айналуыма болар еді. Ә дегенге мә дейтін жаман адамға айналуыма себеп көп болды. Өшімді өзгеден алып, адам баласына қалай болса солай қарайтын азғын адамға айналуыма болар еді. Бірақ менің жүрегімде зұлымдық жоқ.